Дүниеге дос, мақшарға амалсыздың иманы түгел деуге аузым бармас менің дейді. Анау дүние деп жүріп, ақиретке мүлдем ешқандай амал етпей жүргеннің мен иманы түгел деуге, ақылы түгел деуге де шамам жоқ дейді. Өйткені Абай атамыз ақыл мен иманды қосатын бір сөзі бар. Ақылды адамға дейді, иман парыз. Өйткені ақыл бұл хитобу таклиф дейді, анау не дейді жаңа, мукаллаф дейді бұны. Мукаллаф деген кім десеңіз, ақылы бар, балиғат жасына толған, өзі мұсылман санайтын адамды мукаллаф дейді. Сонда мына үш шарт. Сен егер Алланың бір нәрсені істе, бір нәрседен тыйыл деген нәрсені саған қарай бағыттау үшін Құдай үш шарт қояды саған. Сенде бірінші ақыл болу керек, екінші сенде балиғат жас болу керек, 12 жас, 15 жас, 13 жас деген әркімге арқалайды. Және де сенде мұсылманшылық иман болу керек. Ақирет күніне сенген болу керек. Қайтадан өлгеннен кейін қайтадан тірілетініне сенуің керек. Осы үш нәрсе сенде бар болса, онда саған Алла Тағала айтады. Сенде ақыл бар ма? Ақыл бар болса, онда саған иман парыз. Өлгеннен кейін қайтадан тірілуге иман келтіруің керек дейді. Ал енді иманды адамға ғибадат, құлшылық парыз дейді. Сонда ақыл бар адам ана дүниеге міндетті түрде сену керек екен. Оны пайғамбар алейхиссалату вассалам бір кішкене ғана хадисінде айтады. Әл-каййису ман дана нафсаху ва амила лима бa'дал маут дейді. Шынымен ақылды зерек адам ол өзінің нәпсісін тыйып күнәдан қайтадан тірілетін күнге дайындалып жүрген адам дейді. Ақылды адам. Вал-ажизу ман атба'a нафсаху хаваха ва таманна алалла дейді. Бірақ нағыз ақымақ адам керісінше. Ол осы дүниеде өзінің нәпсінің қалауының барлығын рұқсат беріп, жасап алып, ләззаттардың барлығын жасап татып алып, күнәнің барлығына белшесінен батып алғаннан кейін, енді не істейсің десе, Алла кешіреді шығар деп отырады дейді. Алла кешіру үшін Алланың айтқанын істеп, тыйғанынан тыйылдық біз. Одан кейін барып мен айттым. Алла енді кешіреді шығар, Құдай қаласа үміт етем деп ше. Бірақ үрейім де бар да, жартысы, тура тең жартысы менің үрейім. Қандай үрей? Субханалла, күнәм көп, тозаққа да түсіп кетем бе екен деп ойлаймын да. Мен айтпаймын, мен болды тозаққа түсем, мен болды жәннатқа түсем. Мен үміт пен үрейдің арасында жүремін.